алғашқы модуль базалық сабақтың бірінші бөлімі десем де болады. Бұл нарықты түсіну, яғни price action. Яғни price action деген сөздің өзі ең біріншіден сіздер бұл рынокты түсінбесеңіздер, ары қарай стратегияларды түсінбейсіздер. Свечаны дұрыс танымасаңыз, трендті дұрыс білмесеңіз, паттерннің не екенін дұрыс білмесеңіз, ең бастысы уровеньдерді, яғни бағаның деңгейлерінің не екенін дұрыс білмесеңіздер, сіздер ары қарай стратегияларды да түсінулеріңіз өте қиынға және ұзақ уақытқа созылады. Сондықтан да бұл базалық білімдердің бірі, бірақ та маңызды бөлім. Сондықтан да сіздер осы сабаққа зейін қойып тыңдауларыңызды сұраймын. Кез келген стратегияда бұл осы дүниелер, кез келген стратегия, хоть супер-пупер стратегия болсын, өте мықты жұмыс жасайды. Сондықтан да ең бірінші біздің бұл price action, яғни нарықты түсіну бөлімімізде ең алдымен бізде 4 үлгі қарастырылады. Ол однозначный 4 үлгі бар. Біріншісі свечаларды тану, яғни біз японский свечалармен жұмыс жасаймыз. Екінші трендтің бағытын анықтау. Үшінші баға деңгейлері және паттерндар. Осы 4 үлгі нарықтағы графиктерді біздің түсінуімізге, олармен жұмыс жасауымызға мықты әрекет етеді. Енді қараңыздар, біз жалпы рынокты түсіну үшін біз осындай графикпен жұмыс жасаймыз. Мен оны сіздерге алла бұйыртса келесі сабаққа салып қоятын боламын. Осы жерде не істеу керек, алтынды қалай қосу керек, настройкасын қалай жөндеу керек. Жалпы осы бөлімнің барлығымен сіздерге таныстырып, настройкасын дұрыс жасауды үйрететін боламын. Содан кейін барып сіздерге японский свечамен таныстырамын. Ол жерде нақты 5-6 түрлі свеча бар, которые бізге нақты сигнал беретін. Яғни сделкаға кіруге, например, buy болса buy, sell болса sell, құлайды десе құлайды деп, көтеріледі десе көтеріледі деп, сделкаға кіретін нақты сигнал беретін свечаларымыз бар. Сол свечалармен мен сіздерді алдағы уақытта таныстыратын боламын. Ендеше кеттік. Мен ең бірінші сіздерді свечалармен таныстырайын. Қазір біздің ең бірінші жұмыс жасайтынымыз ол японский свечи. Мынау японский свеча дегеніміз, ол біздің бір уақытта актив бағасының қалай өзгеріп жатқанын көрсетеді. Ол мінекей дәл алдарыңызда көрініп тұрған секілді. Свеча екі түрлі свечадан тұрады. Жасыл свеча бұқа свечасы, қызыл свеча аю свечасы деп айтылады. Неге? Себебі жасыл свеча мүйізімен астынан қағып үстіге қарай өсіретіндігін білдіреді, яғни бағаның өсетіндігін білдіреді. Қызыл свечамыз керісінше аю өзінің лапасымен, яғни қолмен ұрып бағаны құлататындығын білдіреді. Енді осы жерде түсіндіріп өтейін. Жасыл свеча, мінекей мынау свечасы, полный свеча. Бұл жерде денесінен және фитильден тұрады. Фитиль дегеніміз ол жүріп өткен өзінің ізі. Баға белгілі бір свеча белгілі бір бағада өзінің денесін ұстай алмағандықтан ол жоғары немесе төменге құлап барып жабылады. Мысалы, жасыл свеча астыңғы денесінен ашылып, үстіңгі денесінен жабылады. Керісінше қызыл свечамыз жоғарғы денесінен ашылып, төменгі денесінен жабылады. Также қып-қызыл болып тұрған денесі және фитилі. Енді осыны графикте көрейік. Мінекей, графикте көретін болсақ, бұл бізде трейдинг view, сіздер уже настройкасын барлығын жасап қойдыңыздар. Мінекей, мысалы, қызыл свечамыз бізде астынан үстінен ашылды, мына жерден ашылды да, мына жерден жабылды. Келесі қызыл свечамыз мына жерден ашылды да, жоғары көтеріліп барып, қайтадан құлап, астынан жабылды. Сол мезетте жабылған жерден астынан жасыл свеча ашылып, үстіге қарай өсіп, қайтадан осы жерге дейін құлап, осы жерден жабылып, қызыл свечамыз өсіп, қайтадан құлап, астынан жабылды. Мінекей осылай, яғни баға өзінің белгілі бір уровеньдерімен жұмыс жасап жүре береді. Астынан жабылады, үстінен ашылады деген секілді. Бұл графиктегі біздің көрінісіміз. Мінекей, бұл японский свечи. Жалпы қарайтын болсақ, мына жерде мысалы
японский свеча деп тұрады. Осының жанындағы стрелканы бассақ, мысалы пустые свечи бар, иә, немесе бары бар мына жерде. Мысалы бұлармен бізге жұмыс жасау өте ыңғайсыз. Сол себепті біз бұлармен жұмыс жасамаймыз. Бізге ең тиімдісі болып жұмыс жасауға ыңғайлы болып келетін, мысалы мынадай линия тәріздес түрі бар, иә. Тағы да область тәріздес түрі бар, линии с точками деген түрі бар екен, мінекей. Базовый линии деген түрі бар екен, мынандай. Ойлаңыздар, көп, иә. Столбцы деген түрі бар екен, мынандай. Min-max деген түрі бар екен, минимальный, максимальный деген. Осының ішіндегі ең біз жұмыс жасайтыны, бізге нақтысы ол японский свечи. Мінекей. Енді мен сіздерге келесі сабақта осы свечалардың ішінде сіздер барлық свечаны тануларыңыз міндетті емес, бірақ соның ішінде нақты 5 свеча бар. Сол 5 свечамен қалай жұмыс жасау керек, сол свечаларды нақтылап таныстырып өтетін боламыз сіздерге. Сондықтан келесі сабақты үзбей қарауларыңызға сұраймын.